Сәлем достар, сіздермен әдеттегідей әсем. Бүгін мен сіздерге PicsArt'та шаблонға қалай текст жазамыз және A4 форматтағы размерді қалай таңдаймыз, сол туралы видео болады. Осы видеоға лайк басып, менің каналыма подписка жасап кетіңіздер, маған өте приятно болады. Алдымен PicsArt приложениясын ашамыз. PicsArt приложениясын ашқанда астындағы плюсикті басамыз. Плюсикті басып, астына кішкене жүрсеңіздер, холсты деп тұрады, соны бассақ, үстінде неше түрлі холстарындар да бар. Олардың ешқайсысын таңдамайсыздар. Сонда мына вручную деген басасыздар. Сонда 17:54, 12:40 бұл A4 форматтың размері. Егер бұны сіздер горизонтальный емес, вертикальный қойғыларыңыз келсе, оның ортасындағы стрелкасын бассаңыз, ол горизонтальный шығады міне. Вертикальныйға қойсаңыз, бұлай ортасын басасыз, сонда ол көлемін өзгертеді. Көлем емес, формасын өзгертеді, яғни соны стрелканы ары қарай жылжытып, галочканы басып, редактировать деп басамыз. Содан кейін добавить фото деп басамыз да, өзіміздің таңдап алған шаблонымызды қоямыз. Мысалы, мына шаблон. Көріп тұрғаныңыздай, бұл ақ беттің ортасында ғана орналасты. Бұны біз үлкен қып осылай четтерін келтіріп, созып аламыз. A4 форматтың размеріне дейін үлкейтіп. Содан кейін текст жазамыз. Текст деген батырманы басамыз. Содан кейін текстімізді жаза береміз. Мысалы, Айназ бір жас деп. Бұл текстің шрифтерін қалай PicsArt'қа орнатуға болады, өз шрифтімізді қалай орнатамыз, сол туралы алдыңғы видеоларымда бар, соны көрсеңіздер болады. iPhone'да шрифтерді орната алмайсыз, өйткені iPhone'да PicsArt программасы платный. Ал Android'та взломанный PicsArt'ты қалай орнату керек, қалай соған шрифт қою керек, сол туралы алдыңғы видеоларымда да бар. Соларды көрсеңіздер болады. Содан кейін екінші текстті екінші жағына жазамыз. Мысалы, қуанышымызға ортақ болғаныңыз үшін рахмет. Достар, егер сіздерге индивидуальный шаблон керек болса, маған WhatsApp номеріме жазыңыз, осы видеоның астына қалдырып кетемін. Сол шаблонды маған заказ беріп жасатсаңыздар болады. Немесе дайын шаблондар керек болса, менің VIP каналыма тіркелсеңіздер болады. VIP каналымда көптеген Қазақстанның барлық мерекелеріне арналған шаблондар бар. Баннерлер де бар, баннерлердің шаблондары бар. Соларды алып, өздеріңіз қолдансаңыздар болады. Не өйстіп жазып аламыз. Обводка жасағанға да болады текстке, оны сол астыңғы PicsArt'тың астында тұрған нерлі. Бүйтіп метсек, қозғалсақ, шрифтке өзгерістер енгізуге болады. Интервал деген интервалды бассаңыздар, бұнда текстіміздің аралары алшақтайды, немесе жақындатуға болады. Готово деп басып, далее басып, сақтаймыз. Болды, назарларыңызға рахмет. Менің каналыма подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар.